Бүгін біздің студиямызда энергетикалық модельдеу саласындағы жас маман Секка жобасы аясындағы модельдеу бойынша оқу бағдарламасының қатысушысы және халықаралық Гопатек компаниясының кіші энергетикалық модельдеу жөніндегі сарапшысы Айдос Сатан. Бакалавр деңгейін Назарбаев университетінде электрикалық және электроника инженерия бағытында оқыдым. Бакалаврды бітіргеннен кейін оқуды бірден магистратура деңгейінде Италиядағы Генуя университетінде жалғастырдым. Энергетика деген енді кең сектор ғой, өзінің ішінде көптеген тармақтары бар. Соның ішінде маған өзіме ең жақын болғаны, ең қызық болғаны осы энергосистемаларды модельдеу, соларды оптимизация жасау. Германияның ол модель бізге қандай результат береді? Ол болашақта Қазақстанның энергобалансы қай жаққа қарай өзгереді осы сценариялар болған кезде. Осындай сұраққа жауап береді. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Сіздер энергия жолы подкастын көріп отырсыздар. Бұл подкастты біз тұрақты энергетика туралы сөйлесеміз. Секка жобасы аясында Орталық Азияда энергетикалық модельдеу саласындағы жаңа буын мамандары қалыптасып келеді. Және бүгінгі қонағымыз осы топқа енген 10 жас маманның бірі. Бұл шығарылымда біз Секка жобасының мамандардың кәсіби дамуына қалай әсер ететінін бірге талқылаймыз. Бүгін біздің студиямызда энергетикалық модельдеу саласындағы жас маман Секка жобасы аясындағы модельдеу бойынша оқу бағдарламасының қатысушысы және халықаралық Гопатек компаниясының кіші энергетикалық модельдеу жөніндегі сарапшысы Айдос Сатан. Айдос, уақытыңды бөліп келгеніңе үлкен рахмет. Ең алдымен өзің туралы сәл айтып өтсең, қай жерде оқыдың және неге энергетика бағытын таңдадың? Ең алдымен қайырлы күн, шақырғандарыңызға рахмет. Жалпы өзім жайлы айтатын болсам, бакалавр деңгейін Назарбаев университетінде электрикалық және электроника инженерия бағытында оқыдым. Бакалаврды бітіргеннен кейін оқуды бірден магистратура деңгейінде Италиядағы Генуя университетінде жалғастырдым. Ол жерде программаның аты энергетикалық инженерия болатын. Жалпы энергетикаға деген қызығушылық осы магистратура кезінен басталды деп айтсам болады. Олай айтуымның себебі біз оқыған университеттің кампусы ол бөлек микрогрид ретінде жұмыс істейтін тұғын. Яғни өзінің энергетикалық қажеттілігін өзі жабуға тырысады. Егер артық энергиясы болса, негізгі сетьқа сатады, ал дефицит болса сатып алады. Яғни өзі бөлек бір система, тәуелсіз система, және ең бастысы ол өзін-өзі энергиямен қамтамасыз етуге жұмыс істейтін тұғын. Сол кампустың территориясында барлық технологиялар өздері орналасқан. Яғни күннен энергия алатын панельдер болсын, газ генераторлары немесе storage system дейді, батарейкалар, SCADA системасы, барлығы осы кампустың ішінде орналасқан. И маған сол кезде қызық болатын, осындай дәу үлкен кампус өзін-өзі энергиямен қамтамасыз етіп отыр деген. Және магистратура кезінде курстарда лабораториялық жұмыстар болсын, бір проекттер болсын, барлығын осы өздерінің кампус жүйесімен байланыстырып жасауға тырысатын тұғын. Осылай бірте-бірте проекттермен жұмыс істеп, танысып, жалпы энергетикаға деген қызығушылық ашылды. Біз білеміз, энергетика деген енді кең сектор ғой, өзінің ішінде көптеген тармақтары бар. Барлығы бірдей маған ұнады деп айтсам дұрыс болмайды. Соның ішінде маған өзіме ең жақын болғаны, ең қызық болғаны осы энергосистемаларды модельдеу, соларды оптимизация жасау. Осы бағыт маған қызық болды, және қазіргі күнде де сол бағытта жұмыс істеуге тырысып келе жатырмын. Менің естуім бойынша, енді мен білем, сіздер біздің Нұрхат деген жігітпен бірге Астана IT университетінде бір зерттеу тобында бірге жұмыс жасадыңыздар. Сол сұрақ бойынша, сол зерттеу тобының аясында сіз қандай міндеттерді атқардыңыз және қандай жобаларға қатыстыңыз? Рас, мен Нұрхат Қуандыковичтің жетекшілігімен Астана IT университетінде жас ғылыми зерттеуші болып жұмыс жасадым. Бізде бір команда болды, ішінде қателеспесем 15 шақты адамнан құралған.
және команданың басты мақсаты энергетика секторындағы заманауи тақырыптарда, заманауи методтерде зерттеу жүргізу. Жалпы өзімнің үлесімді айтатын болсам, осы топта жұмыс істеген уақыттағы менің көп уақытым энергия тұтынымды, яғни энергопотребленияны прогноз жасайтын модель құрастыруға арналды. Біз Нұрхат Қуандықовичпен бірге бастан аяқ Қазақстанның жағдайына, Қазақстанның кейсіне, Қазақстанның барлық климаттық ерекшеліктерін, халықтың тұтыну ерекшеліктері секілді барлық детальдарды өзіне қамтыған, барлық ерекшеліктерді ескерген модельді бастан бастап құрап шықтық. Оның ішінде ол комбинированный машинный обученияның методтарынан құралған сондай бір үлкен модель болды. Нәтижесінде біз тарихи данныйлармен валидация жасаған кезде қателеспесем 96-95% шамасында дәлдікпен сағат деңгейінде прогноз жасайтын модель болып шықты. Оның соңында методологиясын, барлық анализін бір документке жинап, реттеп, статья ретінде жарыққа шығарған болатынбыз. Осы сіздер статья ретінде жарыққа шығарған кезде сіздер осы Қазақстан ішіндегі журналдарда ма, жоқ шетелдегі журналдарға шығарасыздар ма? Негізінен шетелдегі журналдарға, себебі ол журналдарда көбірек адамдар оқиды. Яғни біздің мақсат оны барынша көп аудитория қамтығаны. Себебі көп аудитория қамтыды деген сөз, көп комментарий болды, көп ревью болды. Ол біздің жұмыс сынайды. Яғни ол бізге әрмен қарай жұмыс істеуге бағыт-бағдар көрсетеді. Сол үшін негізгі басты мақсатымыз осы шетелдік журналдарға, барынша Q дәрежесі үлкен журналдарға тапсыруға тырысамыз. Осы сен жаңағы студенттік жобаларың мен зерттеулердің қайсысы өзіңнің кәсіби дамуыңа және болашақтағы осы энергетика бағытын таңдауыңа ең көп ықпал етті? Шыны керек, магистратура кезінде болсын, Астана IT-да жұмыс жасаған кезде болсын, көптеген қызықты проекттер, қызықты тақырыптар болды. Бірақ соның ішінде ең маған өзі жақыны, ең қызығы дейтінім осы магистратура кезіндегі диссертациялық жұмысымды айтсам болады. Не үшін ол маған қызық болды десеңіз, оның бір экономикалық және бір бизнес проблемаға решение ретінде келетін бір үлкен модель болды да. Мен сізге түсіндіріп берейін, ол қандай болғанды қысқаша түрде. Модель жалпы екі бөліктен тұрды. Бірінші бөлігі бағана айттым ғой мен, Қазақстан деңгейінде Қазақстанға арналған энергопотребленияны прогноздайтын модель құрастырдық деп. Біз сол модельдің дәл өзін алдық та, бірақ ол кезде уже Италияда оқып жатқан университеттің кампусына адаптация жасадық. Получается, бізде бірінші жағынан результат ретінде болашаққа энергопотребленияның прогнозы. Бұл бірінші жағы. Екінші жағы, біз сол кампустың жүйесінің EMS системасын құрастырдық. EMS система деген Energy Management System деп айтылады. Яғни оның ішінде, ол жүйеде барлық ограничениялар, барлық кемшіліктері, барлық характеристикалары сол системаның қамтылады. И ол сол системада, сол жүйеде қалай энергияның ауысып жатқаны жайлы жалпы айтқанда решение шығарады. Қандай решение шығаруға көмектеседі сол система, былайша айтқан кезде. Сол системаның энергобалансына бағана бірінші жақтан келген прогноз потреблениені алып енгіземіз. Ал екінші жүйе, ол бізге былайша айтқанда расписание шығарып береді ғой. Например, обедкі уақытта күн қатты болатын болса, получается, біз күннен энергияны аламыз, бірақ ол күннен энергияны біз прямой қолданамыз ба университетке, либо сториджға сақтаймыз ба. Осы секілді сұрақтардың барлығына жауап беретін бір решение шығарып береді. Айдос, үлкен рахмет. Мен жаңа басында айтып өткендей, сен секка жобасы аясындағы энергетикалық модельдеу бойынша оқу бағдарламасында қатысушысы болдың. Қазір ол оқу әлі жалғасып жатыр.
сол оқуды кім жүргізеді және оқудың бағдарламасы сенің күткен деңгейіңе сай келді ме? Жалпы басында секка жайлы бір-екі ауыз айта кетейін. Секка ол Евроодақтың орталық Азияда жасап жатқан жобасы. Секка деген толық аты Sustainable Energy Connectivity in Central Asia, яғни тікелей аударған кезде орталық Азия елдері арасындағы тұрақты энергетикалық байланыс. 4 жылға созылған проект өзі, және осы жобаның аясында көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Соның бірі жас мамандарға арналған тренингтар. Бұл жерде бұл тренингтардың идеясы қандай болды? Олар 5 мемлекет бар ғой Центральный Азиядағы. Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан. Әр елден 2 жас энергомодельдеуші мамандарды таңдап алды да, и бір 10 адамнан тұратын команда құрды. И сол 10 адамға бірге тренингтер өткізді. Тренингтердің басында итальяндық Рокко де Мильо деген эксперт болды. Ол кісі осы энергомодельдеушілердің арасында танымал эксперттердің бірі деп айтсам болады. Жалпы менің бұл тренингтардан күткеніме келетін болсақ, мен шыны керек, біз бір белгілі бір модельдейтін инструментті таңдап, сол инструментпен бір практика жасап, бір проект жасаймыз деген ой болды. Тек сондай ой болды. Бірақ мен ойлағаннан мүлде басқаша болды тренингтердің концепциясы. Және менің ойымша ол өте дұрыс болған шешім. Себебі айтайын, тренингтердегі басты мақсат, басты концепция ол жерде олар системный пониманияға көп фокус қойған. Яғни бір модельдеуге, бір нақты бір проектпен айналысуға емес, толық модельдеу деген тақырыпты түсінуге, детально анализ жасауға, былайша айтқанда акцент қойған. И менің ойымша ол өте дұрыс подход болған, себебі бұл энергомодельдеудің фундаментінен бастап түсінуге көмектеседі. Осы тренингтің былай құрылымын айтсақ, логикасын айтсақ, бір өзіңе бір ұнайтын бір тақырып болмаса блог болды ма? Жалпы тренингтардың құрылымы туралы көбірек түсіндіріп айта кетейін. Тренингтар өзі 1,5 жылға созылған, 2 фазадан тұратын, и әр фазасы өзі бөлек блоктардан тұрады. Ал әр блок сәйкесінше 1 аптаға созылған офлайн тренингтен тұрады. Получается, тренинг болады офлайн, и бір определенный уақытқа онлайн жұмыс істеуге кетеміз, қайттан тренинг болады, қайттан... Былай айтқан кезде бір жерде жиналып тренинг өткізесіздер, одан кейін үйге барып, үй жұмысын жасаған сияқты боласыздар. Иә, солай айтсақ болады. Және біз үйге барып солай онлайн жұмыс жасаған кезде, бағанағы эксперт Рокко де Мильо бізбен постоянно онлайн кездесуге келіп, бізбен бірге нәтижелерді талқылап, бізді ары қарай бағыт-бағдар беріп отыратын. Тренинг бойынша қайда жиналып жатсыздар? Тренингтердің көп бөлігі Қазақстанда өтті, Алматы қаласында. Онымен қоса, қателеспесем, 1-2 блогы Өзбекстанда өтті, Ташкент қаласында. Айдос, ал практикалық жағына келсек, бір өзің жаңағы құралдар, дағдылар деп айтып өттің ғой. Сол практика жағына бір тапсырмаларды орындадыңдар ма? Бір мысал келтіре аласыңдар ма? Осы секка проекттің аясында ғой? Жоқ, жаңағы тренингтің аясында. Тренингтер аясында. Мен бағана айтып өттім ғой, 2 фазадан тұрды. Бірінші фазасы ол более теоретически білім беруге арналған фаза деп айтсақ болады. Ал екінші фазасы ол практика жасауға арналған фаза. Осы екінші фазада біз Қазақстаннан болған 2 маман ретінде PyPC деп аталатын Python for Power System Analysis деп аталатын инструментті таңдап алып, Қазақстанның энергосистемасын модельдедік бірінші. Және 2060 жылға дейінгі горизонтта қандай сценарийлар болады деген, мүмкін болады деген бірнеше сценарийді алып, былайша айтқанда сол модельде симуляциясын жасадық.
ол модель бізге қандай результат береді? Ол болашақта Қазақстанның энергобалансы қай жаққа қарай өзгереді осы сценариялар болған кезде? Вот осындай сұраққа жауап береді. Айдос, рахмет. Сен жаңа өзің айтып өттің, әр мемлекеттен, осы орталық Азия әр мемлекеттен неге жас маман таңдалып алынды деп, былай айтқан кезде моделистердің бір қауымдастығы, жас қауымдастығы құрылды деп айтсақ болады. Осындай бір қауымдастықтың бір құндылығы неде деп ойлайсың? Тренингтер аясында бізде көптеген тақырыптар, көптеген білімдер берілді, біраз жұмыстар жасалды, оның барлығы маңызды, сөзсіз оны айтуға қажет. Бірақ менің ойымша ең басты құндылық осы орталық Азиядан 5 мемлекеттен мамандарды бір кеңістікке, бір қауымдастық ретінде жинап, бірге жұмыс жасауы. Бұл менің ойымша СЭККаның айтатын, осы проекттің айтатын елдер арасындағы тұрақты энергетикалық байланыстың нақты көрінісі, нақты осы СЭККаның басты мақсатына тура келетін көрініс деп айтсақ болады. Бұл нетворкинг тренингтерге бір қосымша бонус емес, ол өзі бір бөлек проекттің нәтижесі деп айтсақ болады. Және менің ойымша осы байланыс, осы командалық жұмыс проекттің формальный іс-шаралары біткеннен кейінде біраз уақытқа дейін пайдасын, жемісін беретін сондай бір тұрақты байланыс болады деп ойлаймын. Жақсы. Және осы соңғы сұрақ осы тренингтер бойынша. Осы тренингтерді алған білімің болашақта жұмыс бабында қолданасың ба? Шыны керек, тренингтер басталған сәттен бастап, яғни тренингтер 1,5 жылға созылды деп айттым ғой. Мен ол уақытта негізгі жұмысым болған GoPatek атты компанияда жас энерго модельдеуші болып жұмыс жасап жатқам. Яғни тренингтер менің жұмысыммен параллельно өтіп жатты. Сол тұрғыдан айтатын болсам, тренингтен алған білім, тәжірибе, ол моментально менің өзімнің жұмысымда көрінісін тауып отырды. Яғни менің жұмысымды қолдап, жұмыстағы көзқарастарды түсінікті кеңейтіп отырды. Яғни екеуі пара-пар жүріп отқаннан кейін мен жалпы негізгі жұмысымды қолдап отырды деп айтсам болады. И менің ойымша ол әрі қарай да жалғасады, әрі қарай да өзінің пайдасын тигізетіні ол сөзсіз. GoPatek компаниясы туралы айтып өтейік. Сен жаңа айттың, GoPatek компаниясында жұмыс жасаймын деп. Осы GoPatek компаниясына қалай жұмысқа келдің және компания немен айналысады? Барлық студенттер секілді университет бітірген кезде барлығы активно әртүрлі жұмыстарға, компанияларға тапсырып бастайды ғой. Мен де солар секілді магистратура бітірген кезде барлық возможный платформаларда өзімнің резюмемді іліп тастадым. Былайша айтқанда активно жұмыс іздей бастадым. Сол кезде таныстарымның арасынан мен естіп қалдым, что есть такая компания, GoPatek консалтинговая, и оларға жас энергомодельдеуші маман қажет. Мен прямой сол GoPatekке хабарластым, олар бірден интервью өткізді, және сол интервьюлардың нәтижесі ретінде бір-бірімізге деген ожиданияларымыз сай келді бір-біріне. Тұспа-тұс келіп, жұмысты бастап кеткен болатын сол компанияда. Қазір сен Германияда жұмыс жасап жатсың ба сол кезде? Германияның бізде штаб-квартирасы Бад Хамбург деген қалада орналасқан, Франкфурттың жанында. Сол офиста отырмын, сол жақта қазір жұмыс жасап жатыр. Жаңа GoPatek компаниясында сен тек қана энергия модельдеуші ретінде жұмыс жасайсың ба, жоқ тағы да бір рөлдерің бар ма? Негізі айту керек. Бірінші, жалпы GoPatek деген қандай компания екенін айта кетейін. Бұл GoPa деп айтылатын холдингтің бір бөлігі. GoPa деген холдингта әртүрлі компания бар, и әрқайсысы әртүрлі секторда консалтинговый сервиспен айналысады. Нақты біздің компания GoPatek ол возобновляемая энергия, тұрақты энергетика бағытында жұмыс жасайды. Бұл консалтинговый компания, и консалтинговый компанияларға сай бұл типті компаниялар проекттермен өмір сүреді, солардан пайда көреді.
Енді компанияның көзқарасынан айттым ғой, проекттерден пайда табады деп. Ал бірақ ол проекттерге тапсыру үшін, оны жетекшілік жасау үшін, оны бастан аяғына шейін жеткізу үшін компанияға ресурс керек, ал ол ресурс проектный менеджер. Яғни кез келген консалтинговый компанияның басты ресурсы ол проектный менеджерлар. Біздің компанияда дәл солай. Менің де жауапкершілігіме проектный менеджментте кіріп кетеді. Яғни менің жалпы жауапкершілігімді екіге бөлсек болады. Бір жағында проектный менеджмент, бір жағында как маман ретінде energy modeler эксперт, яғни энергомодельдеуші эксперт ретінде екінші жауапкершілігім осындай. Яғни екі жауапкершілік. Шынымды айтсам, бұл бір-бірімен мүлде үйлеспейтін жауапкершіліктер, үйлеспейтін жұмыс. Себебі проектный менеджмент деген ол постоянный созвоны, әрдайым біреумен бір нәрсені талқылап жатасыз, бір нәрсені шешу керек, бір нәрсені қол қою керек деген секілді. Проектті басынан аяғына шейін жалпы айтқанда өте хаотичный процесс. Ал екінші жағында сіз как эксперт ретінде жұмыс жасаған кезде, ол керісінше өзіңмен өзің отырып, более глубокий анализ жасауға, жалпы концентрацияны талап ететін жұмыс. Былайша айтқанда инь-ян ғой, екеуі бір-бірімен сәйкеспейтін, үйлеспейтін жауапкершіліктер ғой. Өте қиын, шынымды айтсам. Бірақ егер тимді бейімделіп, гибкий бола біріп, уақытты дұрыс жұмсай білсе, ол жерде бұндай комбинациядан алатын пайда өте көп. Менің ойымша, жалпы консалтинг деген сөздің өз мағынасы гибкость қой. Кез келген нуждаға, кез келген сұраққа гибкий түрде жауап таба беру, жалпы консалтингтің бір көрінісі ғой, гибкость. Түсінікті. Айдос, мынау энергетикалық модельдеу бойынша айта берейік, осы рөлің бойынша. Осы рөл бойынша қазір қандай жобаларда қатысып жатсың, қай елдерде қатысып жатсың? Неге екенін білмеймін, бірақ соңғы жылы бізде мастер пландар көбейіп кетті. Яғни мастер планға бағытталған проекттер көбейіп кетті. Барлық мастер пландар жалпы 3 кезеңнен тұрады деп бөлсек болады негізі. Бірінші кезеңі ол жерде прогноз потребления электроэнергии. Ол бірінші кезеңі. Екінші кезеңі сол жүйе бар ғой. Transmission lines distribution барлығын, яғни жүйелеп, оның анализін жасап, болашаққа деген даму стратегияларын жасау. Ол екінші жағы. Үшінші жағы ол уже более стратегический, сол елге, сол результаттардың аясында план құрастырып беру. Мысалға 2030-ға дейінгі план болса, мастер план 2030-ға дейінгі стратегиялық энергетикалық секторға байланысты планы. Яғни соңғы жылы осындай мастер пландарға байланысты проекттер көбейіп кетті. Және менің қазіргі таңдағы басты жұмыстарым осы секілді тақырыптармен байланысты. Қай мемлекеттерде? Дәл қазір Ливияда, Либанонда, сосын Габонда және Багамский острова дейді, Багама аралдар. Сол 4 елде жұмыс жасап жатырмын осы мастер пландарға байланысты. Сен жаңа жұмыс жасап жатқан команда дейміз ғой, тимді. Үлкен бе? Біздің in-house эксперттер, яғни внутренний эксперттеріміз үлкен емес, көп емес. Яғни шамамен айтқанда 6-5 адам шамасында. Ал егер проектқа бөлек эксперттер керек болған жағдайда, біз әрдайым сырттан фрилансерлерді тартуға тырысамыз проекттерге. Шорт-терм. Шорт-терм. Краткосрочный контракты дейміз ғой. Түсінікті. Осы 4 мемлекеттерде дәл қазір жас маман, жас сарапшы ретінде жұмыс істеп жатырмын. Бірақ бағана айттым ғой, менің екінші жауапкершілігім бар, как проектный менеджер деп. Проектный менеджерге қатысты дәл қазір бізде Монғолияда бір проект жүріп жатыр. Ол проекттің басты мақсаты сол жердегі Министерство энергетикада отырған инженерларға, сол жерде отырған адамдарға тренингтер өткізу. Түрлі тақырыпта, тек модельдеуге қатысты емес, тарифтер, регуляция, басқа да energy efficiency секілді жалпы
зеленый энергетика, тұрақты энергетикаға қолдау болатын тақырыптарды қамтуға тырысатын сондай бір проект. Яғни мен ол жерде уже сарапшы ретінде емес, мен ешқандай тренинг жүргізбеймін, бірақ сол проектті қадағалаймын. Айдос, түсінікті, рахмет. Көптеген елде жұмыс істеп жатыр екенсің. Енді бұл сұрақты міндетті түрде қою керекпін. Шетелге көшу барысында, енді шетелдік азаматтармен жұмыс істеу барысында бір өзіңе бір ең күрделі, бір ең құнды бір жақтары қандай болды? Шетелде жалпы жұмыс істеу, ол жақта тұру, шынымды айтсам, ол оңай процесс емес. Біріншіден тұратын жерді өзгертесіз, басқа жерге барасыз, жаңа компания, жаңа адамдар деген секілді. Онымен қоса біздегі компания ол интернационалды компания, яғни компанияның ішінде әртүрлі ұлт өкілдері бар. Және ол әртүрлі ұлт өкілдерінің өздерінің сөйлесу культурасы бар, өздерінің бір түсініктері бар. Жалпы айтқанда барлығына бірдей жаға беру, барлығына бірдей эффективті түрде барлығымен бірдей жұмыс жасай беру қиын. Осы тұрғыдан айтарым, ең қатты құнды болған, осы уақыт маған ең басты үйреткен нәрсесі гибкий болу, былайша айтқанда, кез келген нәрсеге түсіністікпен қарау, сабырлы болу және кез келген ситуацияға бейімделу, тез бейімделу. Онымен қоса, осыдан 3 ай бұрын менің қызым дүниеге келген болатын. Ол да бір өзінше өмірге гибкий болуға үйретті десем болады. Солай былай жұмыс жағынан да өзгерістер болып жатқан кезде, және сол моментте балаң өмірге келіп жатқан кезде өмір сені кез келген жағдайда бейімделуге, уақытыңды дұрыс жұмсауға үйретеді. Яғни жұмыс жағынан да, өмір жағынан да. Сол ең басты өзгерістердің бірі осы соңғы жылдар. Түсінікті. Бау берік болсын. Рахмет. Енді соңғы сұрақ, енді өзіңде жас мамансың, осы салада дамығысы келетін жас мамандарға бір өзің кеңесіңді берсең. Мен өзімде жас маманмын ғой, бірақ енді бір кеңес беретін жағдайда емеспін деп ойлаймын. Кеңес бергеннің орнына бір өзімнің түйгенімді бөлсейін, инсайт ретінде. Жалпы менің түсінгенім, модельдеуге келген кезде инструменттерге қатты көңіл бөлудің қажет жоқ. Яғни PyPSA, MATLAB, Python деген секілді инструменттерге қатты кіріп кетіп, олармен жұмыс істеуге назарды бөлген дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі бұл секілді жұмыс ол ең соңына келгенде жай ғана кнопканы басу ғой, былайша айтқан кезде. Ал ең бастысы модельдеуде ол модельді толықтай түсіну, өзінің кемшіліктерін, қандай данныйлар қолданып жатсың, қандай допущениялар жасап жатсың, яғни системное понимание модели куда важнее, чем бөлек бір инструментке қараған кезде. Яғни бұл негізгі фундаменті, и модельдеуде бұнсыз ешқайда бар болмайды. Толықтай келісем, өйткені кейін бір жаңағы инструмент дейміз ғой, бір құралды жетік білесің, бірақтан бір 5 жылдан кейін басқа құрал шығады. Сол кезде үлгере алмай қаласың, нарықта керек болмай қаласың, былай айтқан кезде. Толықтай келісем. Тағы да системное понимание дегенге қосып айта кетейін. Бір кісінің айтқан сөзі бар еді ғой. Ол кісі енді ағылшынша айтқан. Ағылшынша былайынан айтылады. None of the models are true, but some of them are helpful дейді. Енді қазақшаға мағынасын аударғанда, жалпы барлық модель дейді, ол өтірік. Яғни қаншалықты копиясын жасауға, сол модельді өмірдегі процесті қайталауға модель жасағың келсе де, сен ол өмірдегі процесті 100% қайталай алмайсың. Яғни барлығы өтірік. Бірақ кейбіреулері пайдалы дейді. Бірақ қайсысы пайдалы дегенге менің айтқым келетіні, шыққан результатқа, модельден шыққан результатқа дұрыс сұрақ қоя білген адамға сол модель пайдалы болады деп ойлаймын. Түсінікті, рахмет. Айдос, үлкен рахмет саған. Осы сәттілік тілейміз сенің жұмысыңа. Екіншіден,
осы алдыңғы европалық тәжірибені жинап күннің бірі әйтеуір өңірге қайта оралып осы энергетикалық модельдеу саласының дамуына өзіңнің үлесіңді қосасың деп үміттенеміз. Рахмет саған. Рахмет, шақырғандарыңызға рахмет.